Қайырлы күн менің YouTube көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен өзімнің каналымда бауырдан жасалатын өте дәмді болып шығатын котлеттер дайындап көрсететін боламын. Ең алдымен каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Біз котлет дайындауды бастаймыз. Ең алдымен бізге 350-400 граммдай болатын бауыр, картошка, пияз, сәбіз, сарымсақ, сонымен қатар 2 жұмыртқа, ұн, сұйық май, сүт және татымына қарай тұз бен бұрыш қажет болады. Қажетті заттардың барлығын описанияға, яғни төменге барлығын жазып қалдыратын боламын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен біз бауырымыздың сыртындағы пакеттерінен, сонымен қатар артық еттерін кесіп тастайтын боламыз. Міне достар, енді бауырымызды, сонымен қатар сәбіз, пияз, картошкамызды ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Міне достар, барлығын өткізіп алдық. Енді 2 жұмыртқамызды қосамыз. Сонымен қатар татымына қарай тұз, бұрыш және 2 ас қасық көлемінде сұйық май және 1 стакан сүтімізді құйып, салмамызды жақсылап араластыратын боламыз. Міне достар, жақсылап араластырып алғаннан кейін ақырындап отырып 1 стакан ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап араластыруымыз керек, өйткені түйіртпектер қалмауы керек, сондықтан жақсылап араластырамыз. Енді достар, табамызға май құйып, майымыз қызғаннан кейін котлеттерімізді осылай табамызға орналастырып, әуелі бірінші бетін, одан кейін екінші бетіне алмастыра отырып, бауырларымызды, яғни котлеттерімізді пісіріп алатын боламыз. Міне достар, осындай реттілікпен бауырларымызды екі жағын қызарта отырып пісіріп алатын боламыз. Міне достар, менің өте дәмді бауырдан жасалған котлеттерім дайын болды. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қолдап кетуді ұмытпаңыз.